Ана жерде ана бауырың туралы біреу бір нәрсе айтып жатса, солай ма деп бару, ол да не істеп жатсың? Ғайбатқа дайындалып жатсың. Мен де сондайын байқағанмын деп барушы, сол да не істеп жатсың? Сен ғайбатқа дайындалып жатсың. Пайғамбарымыз айтады, ондай нәрсеге барма дейді да. Аулақ бол, оны естуге де тырыспа, саған не керек ол? Біреудің бір кемшілігі бар екен. Сенің де өзіңнің бойыңда кемшілік жеткілікті ғой, Алла Тағала жасырып қойған. Не істейсің сен біреудің кемшілігін ашып? Абырой табасың ба содан? Біреудің кемшілігі ашылып, жарияланып, сол елдің алдында масқара болғанда, сонда сенің абыройың көтеріліп кете ме? Адамдардың алдында абыройың көтеріле ме? Немесе Құдай Тағаланың алдында абыройың көтеріле ме? Сол пайғамбарымыз айтып отыр, аңдыма дейді. Тіпті естуге де тырыспа дейді оның кемшіліктерін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өнегесі, тәрбиесі осы. Яғни адамдықты, бауырмалдықты бір-біріміздің арамызда не істеу, ояту.